Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ас адамның арқауы. Екінші сабақ. Балалар, біз өткен сабақта қазақтың дәстүрлі дастарханы, қазақ халқының ұлттық тағамдары жайлы және қазақ халқының сүт тағамдарын ерекше қастерлеп, құт береке санағандығы туралы айтқан болатынбыз. Және одағайдың түрлерімен танысып, сол одағайдың түрлеріне байланысты тапсырмалар орындаған болатынбыз. Бүгін тақырыпты әрі қарай жалғастырамыз. Ас адамның арқауы. Бұл өте құнды мақал, өйткені денсаулықтың жақсы болуы адамның дұрыс тамақтануына байланысты. Дұрыс тамақтану балаға да, үлкенге де өте қажет. Дұрыс тамақтану адамның қанын толтырады, күшін арттырады. Ал қаны толық, күші мол адам ыстыққа да, суыққа да шыдамды болады. Таңертеңгі, түскі, кешкі тамақты күнде бір мезгілде ішу керек. Күніне 4 рет тамақтанса, тіпті жақсы. Жайлы жағдайда тамақ ішу қанағат сезім әкеледі. Әрине, дәмді тамақ ішудің ләззатына тым беріліп, оны нағыз мақсат етіп алуға болмайды. Лев Толстой қомағайлық өзгелерге елеулі зиян келтірмейтін болғандықтан ғана оны күнә деп санамайды, бірақ ол адамның қасиеттеріне қарсы күнә болып саналады. Ежелгі грек данышпаны Сократтың өзде біз тамақ ішу үшін өмір сүрмейміз, қайта өмір сүру үшін тамақ ішеміз деген екен. Балалар, тапсырма орындаймыз, өлең оқимын, өлеңнен одағайларды табамыз. Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні, тыясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Бүгін менің туған күнім, ой пәләй, мына жұрттар неғып жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірім бір жарытпай-ақ қойған-ай. Жамбас пұл төлеп жатақта жүрген ақынбыз. Жадырап келіп жаңа үйге кіріп жатырмыз. Әбекем қайда, күнекем қайда, ойбай, тез, той жасап берем, тортыңды қойда, шақырғыз. Балалар, келесі тапсырмада шеңбер айналады. Шеңбер тоқтаған кездері одағайдың қай түріне жататындығын анықтайсыздар. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма қазақтың ұлттық тағамдары тақырыбында фотоколлаж жасаймыз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көп рахмет.